Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Сауат ашу оқулығының 59-шы бетін ашамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын бөлімі бойынша сөз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту, берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту, сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту болып табылады. Балалар, бізде бірінші жаттығуға назарымызды аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Ақ неге ақ? Нан дүкенінен келе жатып ер жігіт апасына тосын сұрақ қойды. Апа, ақ нан неге ақ, қара нан неге қара? Бұл ұнға байланысты ма? Әлде? Дұрыс таптың, балам. Ұн әртүрлі. Ақ бидай ұны да, қара бидай да ұны да болады. Ақ бидай ұннан ақ нан, қара бидай ұннан қара нан пісіріледі. Балалар, түсінейікші, қарайықшы, өлең бе әлде әңгіме ма осы оқығанымыз? Мәтінде не туралы айтылған? Мәтіннің мағынасына қарама-қарсы сөздерді тауып айт. Қанекей балалар, міне осы сұрақтарға жауап беруге ойланайықшы. Балалар, әрине сендер бұл сұрақтардың жауабын білесіңдер деп ойлаймын. Өлең ба әлде әңгіме ма? Әрине бұл әңгіме, яғни мәтін екен, балалар, иә? Мәтінде не туралы айтылған? Мәтінде нан туралы айтылған, иә? Және мәтіннен мағынасы қарама-қарсы сөздерді сендер таптыңдар ма? Әрине, мен сендерді тапты деп ойлаймын. Ол ақ және қара деген сөздер екен, иә, балалар? Сендерді дәл осылай тапты деп ойлаймын. Балалар, сөз дегеніміз ол дыбыстан құралады. Ол белгілі бір мағынаны білдіреді екен, балалар. Балалар, енді дәптеріміздің 13-ші бетін ашайық. Екінші жаттығуды көркем көшіріп жазамыз. Балалар, егер осы жаттығуды көркем жазып көшірген болсаңдар, келесі үшінші жаттығуға көшеміз. Яғни, келесі үшінші жаттығуда өлеңді жатқа жазамыз. Және қарамен берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді табамыз. Бізде бұл қандай өлең берілген? Тұрысбек Еділбековтың «Нан» деген өлеңі берілген екен. Ерте тұрып таңнан, пісірді апам ақ нан, кетер емес әлі таңдайымнан дәмі дейді. Балалар, қараймыз, бұл өте оңай өлең, біз оны бірден жаттап аламыз да, жатқа жазамыз, е? Егер жатқа жазған болсаңдар, қане ойланыңдаршы. Қарамен берілген бізде ерте деген сөз, осыған мағынасы қарама-қарсы сөзді таптыңдар ма? Қане мен сендерге ойлануға уақыт берейін. Қанекей балалар, ерте сөзіне қарама-қарсы сөзді таптыңдар ма? Әрине, мен сендерге сенемін, сендер ол сөзді таптыңдар. Ол әрине ерте сөзіне кеш деген сөз қарама-қарсы сөз болып табылады, балалар? Әрі қарай. Келесі біз кітаптың 60-шы бетін ашамыз. 60-шы беттің жоғарғы жағында 4-ші жаттығу берілген. 4-ші жаттығуда суреттегі көкөністердің таласын диалог арқылы жүзеге асыр дейді. Демек, бізде берілген қандай көкөністер берілген?
Әрине, бізде көкөніс, қызылша мен пияз берілген, иә? Бұлар не деп таласуы мүмкін, балалар? Айтыңдаршы. Қанекей, мен сендерге тағы да уақыт беремін. Қанекей, балалар, ойладыңдар ма? Бұл екі көкөніс не деп бір-бірімен таласуы мүмкін? Әрине, қызылша өзінің адам ағзасына пайдасы туралы айтады, иә? Ал пияз да, ол да өзінің адам ағзасына қандай пайдасы бар екенін, әсері бар екенін, ол да айтып бір-бірімен таласады екен. Әрине, біз оны өзіміз ойлап, осыны диалог құрастырып, жүзеге асыруымыз қажет, балалар. Келесі. 5-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап. Жұмбақты шешуімен бірге көшіріп жаз дейді. Демек, біз жұмыс дәптерінің 14-ші бетінде 5-ші жаттығу берілген. Біз осы жерге жұмбақтың шешуін бірінші табамыз, кейін жұмбақтың шешуімен бірге қосып, көшіріп жазады екенбіз. Тыңдайықшы қане. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады дейді. Бұл қандай сөз болуы мүмкін? Бұл жерде, балалар, қане ойланайықшы. Әрине, балалар, сендер оны таптыңдар. Бұл көкөніс пияз екен. Демек, біз пияз деп не істейміз? Жазамыз. Ал енді осында қарамен берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді тап дейді. Кәне тағы ойланайықшы, балалар. Мен сендерге тағы да ойлануға уақыт беремін. Әрине, балалар, мен сендерді қалың сөзіне қарама-қарсы сөзді тапты деп ойлаймын. Ол әрине жұқа деген сөз. Балалар, сендер де тап осылай тапты деп ойлаймын. Солай ма, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сендерге 6-шы жаттығуды жаңылтпашты оқып, жатқа айтуларыңды сұраймын. Ал қазір мен сендерден бүгінгі сабақ бойынша не түсінгендеріңді сұрап көрейін. Балалар, сөз неден тұрады? Нан неден жасалады? Кәне, осы сұрақтарға жауап берейікші. Әрине, балалар, бұл сөздердің жауабын, сұрақтардың жауабын сендер міндетті түрде білесіңдер деп ойлаймын. Балалар, енді біз қазір осы сабақты бағдаршам арқылы бағалаймыз. Қызыл: мен ештеңе түсінбедім. Сары: маған әлі түсініксіздеу. Жасыл болса, маған бәрі түсінікті. Міне осы балалар осы бағдаршам арқылы сабақты бағаласаңыздар болады. Балалар, міне біздің осымен сауат ашу сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.